1 және 2 жасқа арналған Alize Puffy'дан осындай әдемі жилетканы қалай тоқитындығын көрсететін боламын. Ешқандай спицасыз, крючоксыз қолмен тоқылады. 40 минутта тоқып шыға аласыздар. Бірінші тоқып жатқан кісілерде бұны оңай тоқиды. Мінекей. Қазір тоқу барысында анығырақ түсіндіретін боламын. 36 петля санап, 36-шы петляға, яғни белгілеп қойдым. Мынау біздің санаған ұшымыз. Ұшы, яғни, ал мына жақ, яғни жіптің ұшы. Енді бастаймыз. Мына белгілеген жібімізді алып тастаймыз. Енді осы белгіленген жіпті, петляны крестик тәрізді айқастырып осылай қоямыз. Мінекей. Енді жібіміз, яғни тоқылып жатқан жібіміз мынау, мінекей. Осыған кіргіземіз. Екінші жіпті алып, айқасқан жіптің екіншісіне кіргіземіз. Тағы да мына жақтан 2 петляны бір-біріне айқастырамыз. Яғни сол жақ петляны оң жақ петляның үстіне қоямыз осылай. Енді келесі петляға тағы айқасқан күйінде кіргіземіз. Мынау біздің тоқылып жатқан жібімізді ешқандай да айқастырмаймыз. Мінекей осылай. Тағы да мынаны сол қолды оң қол жақтағы жіпке үстіне қойып, тоқылатын жібімізді осылай кіргіземіз. Мінекей, тағы бір көрсетейін. Жібімізді айқастырамыз осылай. Мінекей. Осылай кіргіземіз. Яғни осы мына жібіміз 36 петлямыз біткенше дәл осылай тоқитын боламыз соңына дейін. Соңына дейін бірінші қатарды тоқып аяқтадым. Енді екінші қатар. Екінші қатарда бірінші тұрған, мінекей, мына өрілген аяқталды ғой. Аяқталған, яғни мынау біреуін осыны тоқымаймыз. Яғни келесі тұрған петлямен, яғни осы 2 петляны енді керісінше оң петляны сол петляның үстіне қоямыз осылай. Мінекей. Міне оң петляны сол петляның үстіне қоямыз. Енді мынау біріншісін тоқымаймыз. Одан кейінгі, яғни жіптің ұшы, мінекей, осыдан алып тоқып кете береміз. Міне. Осылай. Не тағы бір рет көрсетейін. Яғни оң қол жақтағы петляны сол қолдың үстіндегі петляға қоямыз. Осылай. Тоқып жатқан жібімізді осылай тоқып кете береміз. Мінекей. Тағы да оң қолды сол қолдың үстіне қоямыз. Дәл осылай тоқитын боламыз. Бірінші қатарды біз аяқтадық, бұл екінші қатар. Міне соңғы петляға келдім, яғни біреу қалды. Ол біреуін осылай ішінен кіргізіп ала береміз. Мінекей. Енді екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатарға өтеміз. Ол үшін енді керісінше сол қолды оң қолдағы петляның үстіне қоямыз. Осылайынан.
мінекей. Осылай. Енді тағы да сол қолды оң қолдың үстіне. Біз тоқу солдан оңға қарай тоқыған кезде сол қолды оң қолдың үстіне, ал оңнан солға қарай тоққан кезде оң қолды сол қолдың үстіндегі петляға ауыстыру арқылы тоқитын боламыз. Соңына келдім. Соңындағы бір петлядан шығарып алдым. Енді бұны тоқымаймыз. Кейінгі петлядан енді оң петляны сол петляның үстіне қойып тоқитын боламыз. Мінекей осылай. Тоқу барысында петлялардың осы жақтағы петляның қалып қоймауына көз жеткізіңіздер. Енді тағы да сол қол, оң қолды сол қолдың үстіне шығарамыз. Дәл осылай тағы да соңына дейін тоқитын боламыз. Мінекей мен төртінші қатарда аяқтадым. Төртінші қатарда бір петля қалды ғой, осы бір петлядан біреуін бұлай кіргізіп аламыз. Осылай. Енді тоқылып жатқан жібімізден бір петляны тоқымай тастап кетеміз. Бұл бізде түймені ілдіру үшін. Енді ары қарата 5-ші қатар. 5-ші қатарда керісінше сол қолды оң қолдың үстіне осылай қойып тоқимыз. Мінекей. Дәл осылай оңды солдың үстіне қойып тоқимыз. Енді сіздер қанша түйме қалдырасыздар, ол өз еріктеріңіз. Мен 3 түймеге орын қалдыратын боламын. Яғни 4-ші қатарда біреу, 9-ші қатарда біреу, және де 13-ші қатарда немесе 12-ші қатарда тағы да біреу осылай орын қалдырып кетемін. Мінекей мен әр 4-ші қатар сайын, 8-ші қатар сайын, және де 12-ші қатардан кейін қазір 12-ні аяқтадым, қазір қайттан түймеге орын тастап кетемін. Енді алдыңғы жағын шығаратын боламыз. Ол үшін 2 қолтық ойындысын тастап кетеміз. Мен оған 2 петляны тастап кетемін. Сонда бар жоқ бізде 36. 36-дан 4-ті аламыз. 2 қолтығына. Мына жақтан 2, және де мына жақтан 2. Сонда 4 болады. 36-дан 4 алғанда 32 болады. 32-ні бөлеміз 4-ке. Не үшін 4-ке бөлеміз? Алдыңғы жағынан 2, сосын арт жағын бір тұтасты, яғни 2-ке бөлген кезде 2 деп аламыз. Сол үшін 4-ке бөлетін боламыз. 32-ні 4-ке бөлгенде 8. Алдыңғы жағынан мына жақтан 8 петля, мына жақтан 8 петля тастаймыз. Арқа жағы сонда 16 болады. Сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдам. Енді қазір қолтық ойындысын шығарамыз. Ол үшін петлямызды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мынау 9-ші. Бұлай аламыз. Неге? Сонда мына жақта 8 қалады. Енді келесі біреу аламыз. Сосын келесінен соның ішінен кіргізіп аламыз. Мінекей. Бұлай. Енді алдыңғы жағы 8 шықты ма санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жаңа біз 8 қалдырамыз дедік. Мінекей 8. Енді екінші қолтық ойындысы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 9-шысынан 8-шісін кіргізіп аламыз. Мінекей. Осылай. Келесінен. Мінекей. Осылай. Сонда 8 қалу керек. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді бізде мына жағында 16 қалу керек.
қазір санап көрейік. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Мінекей 16 бұл арқа тұсы болып саналады. Түймеге бір петляны тастап кетеміз мына жақтан. Енді ары қарата 8 петляны тоқып шығатын боламыз. Яғни солдан оңға қарай осылай тоқу арқылы мінекей осылай тоқимыз. Соңында біреу қалды, біреудің ішінен осылай кіргізіп аламыз. Міне. Енді бірінші қатар аяқталды, екінші қатар. Екінші қатарда керісінше оңды солдың үстіне қою арқылы осылай мінекей қазір тоқимыз. Міне осылай тоқимыз. Мінекей менде бір петля қалды. Бұл бір петляны мен қазір қысқартамын, тастап кетеміз. Енді келесі үшінші қатар. Үшінші қатарда керісінше солдан оңға қарай тоқимыз. Мынау біреуін ішінен кіргізіп аламыз. Екіншісін осылай айқастырамыз. Соңғы бір петля қалды. Бір петлядан біреуін кіргізіп аламыз. 1 2 3 4 5 6. Яғни мына жақта біз біреуін тастап кеттік. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда қайтадан кері қарай тоқитын боламыз. Яғни оңды солға. Мінекей осылай. Міне. Мына жақта біз мінекей 1 2 3 4-еуін тоқыдық. Енді біз тастап кеткен бір петляны мына жақта тоқып жатқан петлямызға осылай кіргізіп аламыз. Мінекей. Енді келесі тоқылмаған петляға тағы осыны кіргізіп аламыз. Мінекей. Енді бізде 1 2 1 2 3 4 5 болды. Енді төртінші қатар аяқталды. Енді бесінші қатар. Бесінші қатарда солды оңның үстіне қоямыз. Яғни осылайынан. Мінекей. Мінекей бізде бесінші қатар аяқталды. Енді тағы да 6 7 8 8-ші қатарға дейін тоқимыз. Яғни тағы да 3 қатар өзіміз тоқиық. Мінекей мен қысқартқаннан кейін 8-ші қатарға дейін тоқыдым. Яғни бар жоғы осы 8 қатар. Енді үшеу тастап осы жағынан
қиып аламыз. Бисмилля. Енді екінші жағын тоқитын боламыз. Ұшын қиып алып, осылай мына жағына байлап аламыз. Бірінші қатарды бастаймыз. Яғни солдан, оңнан солға қарай тоқитын боламыз. Міне осылайынан. Бірінші тұрған петляның көзінен біреу кіргізіп аламыз. Мінекей. Енді оңнан солға қарай осылай тоқимыз. Соңында бір петля қалды. Бір петлядан соңғы біреуін кіргізіп аламыз осылай. Екінші қатар. Екінші қатарда қазір қысқартуымызды бастаймыз. Енді керісінше оңнан, солдан оңға қарай тоқитын боламыз. Не осылай. Екінші қатардың соңында бір петляны тастап кетеміз тоқымай. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда оңды сол жақтағы петляға қойып тоқимыз осылай. Соңындағы бір петлядан біреуін кіргізіп аламыз. Төртінші қатарда оңды солды оңның үстіне қарай осылай тоқимыз. Енді төртінші қатарда соңындағы қалған петляны біріктіретін боламыз. Қазір мінекей бір петля қалды, бір петляны біріктіреміз. Осылай. Енді тағы біреуіне. Мінекей. Міне бесеу қалды. Енді бесінші қатар. Бесінші қатарды дәл осылай тоқимыз. Енді өзіміз мына алдыңғы қатарын тоқыған сияқты дәл солай 8 қатар, 8-ші қатарға дейін тоқимыз. Біз 5 қатарын тоқып қойдық. Енді әрі қарата 8-ші қатарға дейін, яғни 3 қатар қалды. Соны өзіміз тоқып шығайық. Мінекей мен 8 қатарды түгел қалған 3 қатарын тоқып аяқтадым. 3 петля қалдырып қиып алдым. Енді жібімді арқа тұсына бекіттім. Бірінші тұрған петляны, яғни осылай айқастырамыз. Мінекей. Сөйтіп тоқып кетеміз. Яғни міне. Осылай.
осылай тоқимыз. Екінші қатарда бірінші тұрған петляның өзінің ішінен осылай кіргізіп аламыз. Келесі мінекей солды оңның үстіне қойып петляларды осылай кіргізіп аламыз. Дәл осылай біз мына жақта 8 қатар тоқыдық. Арқа бөлімінде солай 8 қатар етіп тоқып, сол жерде кездесетін боламыз. Өзіміз өз бетімше тоқып шығайық. Міне мен жакеттің артқы бөлігін тоқып болдым. Енді қазір бір-біріне теріс бетімен айналдырып, яғни мынау оң беті, мынау теріс бетімен айналдырып, бір-біріне қосатын боламыз. Ол үшін осы бірінші басын, яғни бірінші петляның бір-бірінің ішінен осылай кіргіземіз. Мінекей. Енді келесі бетінде осылай кіргізіп аламыз. Жібімізді қисақ болады. Мынау тіккен бір-біріне қосқан жерді бір-бірінің ішінен осылай кіргізіп шығамыз. Неге осылай? Мінекей мен жилеткамды тоқып бітірдім. Мына жағын бір-біріне қосып, артық жіптерін жасырып қойдым. Тігіп қойсаңыздар болады, түймесін қададым. Мінекей. Өте оңай. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.